Саламатсыздарбы? Мен Фуркат, Оштун Фуркат айылына келдім. Бұл жерде да бір гектар жерде полония плантациясы бар екен. Бұл плантацияның иесі Сайыпжан ака болады. Саламатсыз, қандай тез сорттарыңыз? Сайыпжан ака, бір 2-3 сөз. Плантация қашан тегілген, қандай сорты? Сорты Шантонг. Құттырақ деп қоябыз. Негізінен полония деп айтылады. Бұл өзі тегілгенде 19 жылдың апрелінде, 8 апрелінде тегілген. Анан кейін бұл негізінен строительный назначенияға немалынған түз өсө тұрған сортынан. Түз өсіп тұр, жақсы өсіп тұр. Өсісі орто. Себебі дегенде қырғыз екенбіз анча-мынча азықты негізінен шындығында обеспечить албай атабыз. Егер обеспечить ете турган болсок, ошо 5 жыл, 6 жылда жарайт деген үчүн, бирок кыргыздын колунан 7 жылда, 8 жылда зорго жарайт. Эми караганга карай байлашкан, сиздерде суу проблема экен, суу кем суу болуп калыптыр. Суу азыраак, кичине азыраак, бирок орто деп коебуз. Орто деп айтса болот. Бул жакшы эгер өстүргөн болсо, мындан да жакшы болсо болот. Ал бир калыбын көрсө жакшы өскөн гана. Бул 6 жыл болуп жатыр. Кичине өсүшү слабыйраак болуп калыптыр. Себеби бул жерде суу тартыш капель нарушение болуп туруп, анан тамчылатып чыгарат экен Сайыпжан ака, ошого кичине ичкерээк болуп калыптыр. Анан кичине азыр заттарды берип ортолоруна айдатып койсо, мындан уже 2 жыл мурун эле иштеткенге жарайт деле да. Азыр деле жарайт, Азыр деле жарайт. Абдан чоң болуп кетмегилен дейм да, Сайыпжан ака. Чоң. Рахмат, тияктан да бар бир тартайлы. Рахмат.